Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 120-шы сабақ өтетін боламыз. 5-ші тапсырма мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана, біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. «Анашым, мерекеңіз құтты болсын» дедім, күлімдеп. «Біз сізді жақсы көреміз» деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Мәтіннің авторы Әдібай табылды. Балалар, енді осы мәтінге байланысты бізге сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: аналар мерекесі қашан тойланады? Аналар мерекесі Қазақстанда мамыр айының 3-ші жексенбісінде тойланады. Яғни 2025 жылы бұл мереке мамырдың 18-іне сәйкес келеді. Екінші сұрақ: мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Мәтін кейіпкерлері аналарына өз қолдарымен жасаған сыйлықтарын табыстады. Үшінші сұрақ: өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Мен де әзірге кішкентай болғандықтан өз қолымнан жасалған сыйлықтарды табыстаймын. Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Мәтінде балалар аналарын мерекесімен құттықтап, сыйлық жасады, құрмет көрсетті. Сондықтан да мәтін анаға құрмет деп аталады. Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемдерді тауып жаз. Мәтіндегі қаратпа сөзі бар сөйлем «Анашым, мерекеңіз құтты болсын» деген сөз. Бұл жердегі анасын қаратып айтылған сөз. Олай болса балалар, бұл тапсырма сіздерге түсінікті болса, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз. Ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Өлеңнің авторы Әдібай табылды. Балалар, бұл жердегі бірінші жолдағы үтір, екінші жолдағы леп белгіні біз қойып жаздық. Осылай өлеңді көшіріп жазып алыңыздар. Олай болса балалар, 7-ші тапсырмаға көшеміз. Ашық хат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір. Балалар, бірінші кімге арналады? Қаратпа сөз, яғни қымбатты анашым, қымбатты әпкем, қымбатты сіңілім, аса қадірлі менің досым деген сияқты сөздерді айтсаңыздар болады. Екінші, немен құттықтайды? Яғни бұл жерде туған күнімен, мерекесімен құттықтасаңыздар болады. Үшінші, қандай тілек жазылады? Бұл жерге денсаулығың мықты болсын, күш қуатың көп болсын, өмір жасың ұзақ болсын деген сияқты тілектер айтылады. Ал төртінші, тілек білдіруші кім? Бұл жерде ізгі ниетпен досың Азиза, бауырың Амина, болмаса қызың жаңағы Жанар деген сияқты жазсаңыздар болады. Туыстарыңа немесе досыңа ашық хат жаз. Жазған ашық хатың туралы жұбыңмен ой бөліс, өзара тексер. Балалар, енді осы тапсырма бойынша мен анашыма ашық хат жаздым. Асыл анашым, сізді бүгінгі аналар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіз менің өмірімдегі ең қымбат жансыз. Сіздің мейіріміңіз, ақыл кеңесіңіз бен шексіз махаббатыңыз мені әрқашан алға жетелеп келеді. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт пен шаттық тілеймін. Жүзіңізден күлкі кетпей, әр күн қуанышқа толы болсын. Барлық армандарыңыз орындалсын, анашым. Сізді жақсы көремін. Махаббатпен, қызыңыз Анар. Балалар, сіздер де өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. 8-ші тапсырма суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Жандос анасына гүл сыйлады,
Дидар апайға көмектесті деп сөйлемдер құрадық. Енді сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшелеріне талда. Балалар, бұл жерде жандос бізде кім деген сұраққа жауап береді? Бұл бастауыш болады, сыйлады баяндауыш болады, не істеді деген сұраққа жауап береді. Гүл бастауыш болады, не деген сұраққа жауап беріп. Анасына сөзі анықтауыш болады, кімге деген сұраққа жауап береді. Екінші сөйлемде Дидар апайға көмектесті. Дидар бастауыш, кім деген сұраққа жауап береді. Көмектесті баяндауыш, не істеді деген сұраққа жауап беріп іс-қимылды білдіреді. Ал апайға кімге деген сұраққа жауап береді, бұл анықтауыш болады. Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.